Көшпелі махаббат. Оразаның ішеді. Менің қонып отырғаным Қалабайдікі. Бүкіл ауыл 7-8 үй, екі қатар қонған. Алдыңғы қатар Қалабай тобы 5 үй, артқы қатарда Секенбайлар. 3 үйдің оңтүстік жақ шеткісі Ыбырайдікі, 6 қанат қоңыр төбел үй, алдыңғы үзігінің жартысы қара күңгірт, жартысы бозғылдау. Кешке жақын қонақтың далада отыратын әдеті. Арбаның түбінде отырып бой жаздық. Менің 2 көзім Ыбырайдың үйінде болды. Кәрі кемпір шешесі үйдің сол жақ қабырғалығында бірдеме істеп отыр. Қызыл пүліш камзолы бар, шашақты жаулық кестелеп салынған бір келіншек үй менен жер ошақтың арасында ерсілі-қарсылы жүгіріп жүр. Сыртқы пішіні, жүріс-тұрысы бір түрлі таныс секілді. Мен қысты күні де келгем. Ыбырай онда әл үстінде науқас еді. Кәрі шешесі, былтыр алған жамағаты Зейнеп, екеуі де бірдей мойындарына бұршақ салып, Ыбырайдың тірлігін Құдайдан сұрап, зар жылап отыр еді. Ыбырай өлсе, жасы жеткен кемпір де, жас балдырған Зейнеп те дүниеге қош айтысатын түрлері бар еді. Мен солай деп ойлап едім. Ыбырайдың сауында да көргем. Зейнеппен екеуінің арасындағы сүйіспенділік адам баласында болмаған дерлік еді. Қарақтарымның қызығын көрдім. Осылардың алдында өлсем дүниеде арманым жоқ деп, кемпір де Құдайына мың-мың шүкір ететін секілдеді. Ыбырай өлген соңда көргем. Қараңғы жер үйдің қалаусыз пешіне арқасын сүйеп, иығында шоқпыт көпі, көзінің жасы көл болып кемпір отыр еді. Басына Ыбырайдың қара бөкебайын бос салып, белі мықтап буылы, 2 бүйірін таянып, душар болды дерт қатты, науқастанды дерт батты, алғанын тастап сарбазым, алыс жолға жөн тартты деп, Ыбырайдың жанынан артық көретін жары Зейнеп отыр еді. Қайғысы күштеді. Жылағанда көзінен қан таматын еді. Мен көңіл айтқанымда, кестелі көйлек етегім, келмеді жайым кетемін, қалқадан қалып құрдасау, қайырын сұрап нетемін деп еді Зейнеп. Мен де жылап едім. Зейнептің қайырын сұрамасына көңілім бекіп еді. Ыбырайдың үйіне барғым келді. Қайғылы сорлы шешесінің, қан жылаған жары Зейнептің аз да болса сөйлесіп көңілін көтергім келеді. Ауылдың ортасынан қақ жарып жүретін жолдың үстінде 4-5 кішкене балалар құм үйіп ойнап жатыр екен. Менен қорқты. Біріне бірі жалтаңдап қарап, орыс келе жатыр деп тұра қашты. Біреуінің ат қып мінген талы қалды. Біреуінің шуда жіппен бау таққан құрығы қалды. Мен балаларға күлдім. Үйдің қасына келгенімде, басын көтеріп алып кемпір тесе қарады. Қарағымның құрдасы екен ғой деді. Бет ажарына қайғының ізі жүгіріп, көзінің жанарында мөлтілдеген жас та көрінді. Мен отырып амандастым. Үйдің ішінде шырылдаған дыбыс шықты. Сыбдырлатып әлдекімнің жүргені білінді. Сықырлауық шықыр ете қалды. Шылдырлаған дыбыс үйден шыққандай, кемпір мен маған жақындай андай болды. Мен бұрылып қарадым. Көзіме сенгім келмеді. Кестелік жаулығы аршын жарымдай қылып салынған, қатарлап ораған алтын 3 тұмаршадан көрінбейді. Пүліш камзолдың омырауы алқым бау, ілгекпен толған Зейнеп келіп төніп тұр. Мына кісі екен ғой деді. Қылмиып күлді. 2 беті қып-қызыл нарттай, Ыбырайдың тірісіндегіден де әдеміленген. Кемпір жаутаңдап, келініне бір, маған бір қарады. Мына кісі екен ғой. Бұрын Ыбырайдың тірісінде келгенімде Зейнеп құрдас екен ғой дейтін. Көк шолақ атқа желқомерді салып мінген, иімек тұмсықтау қара бала жігіт қыстау жақтан келеді. Үйдің жанына түсті. Зейнеп былқысы кетіп бұрала басып, қарсы алып тағы қылмиып күлді. Әй деді. Қара бала күлімсіреп қарады. Бұзау жоқ, жамырап кеткен шығар, атыңмен тауып әкелсем қайтеді? Күн түнерген бұлт,
Минут сайын қараңғы тартып барады. Желсіз, таптанық. Бірен саран сары масалар бетке, қолға қонып мазаны алады. Қаламбайдың үйінің сыртына қара желінді бос салып, омырауында жылтыраған күміс сағаттың бауы молда шықты. Олай бұлай қарады. Төс қалтасынан сағатын шығарып, құлағына апарып тыңдады. Бірер таранып, сыпайылданып алған соң, екі қолымен құлағын ұстап, азан айтуға кірісті. Аллаху акбар! Барылдаған дауысы тынық әуемен жаңғырып бүкіл елді басына көтергендей болды. Мен тұрып кемпірмен қоштастым. Келіп тұр қарағым деді. Мөлтілдеген жас еріксіз көзінен шыға бастады. Зейнеп жырашақтың басында тұр еді. Тұсынан өте бергенімде бұрынғыдан бетер қылмайып күлді. Дүниедегі бақытты адам жалғыз өзі секілденді. Дүниедегі сүйіспендік қара баламен екеуінде ғана тәрізденді.